Ал бүгінгі видеоның демеушісі бір хвет. Комментарияда тұрған сілтеме арқылы Рекс, что-то жүндерің бір түрлі ғой сенің. Жорық қалған сияқтысың, жүріңдер машинаға кеттік сен ба? Бұлар мені сағынбаған сияқты что-то. Жарайды, кеттік үйге барайық, ә? Рекс, сен ба? Мыналар мені тыңдамайтын болып кетті ғой. Ұмытып қалған сияқтысыңдар ғой. Мен сендердің егелеріңмін ғой. Жарайды, қазір көтеріп алып машинаға салатын боламыз ендеше. Үйтіп Рексті көлікке зорға отырғыздың ғой. Отпай түсіп кетем дейді. Ұмытып қалыпты көлікке отырды. Ал мысықты вәшше отырғызамай жүрмін. Қолымда ұстап жүрмін, енді осылайдан ұстап жүріп. Тынышталшы болды, қазір үйге барамыз. Болды, сояққа жіберем. Что-то мені ұмытып қалыпты, мына екеуі бар ғой. Ал кетіп көлікке отырайық. Енді мысықты өстіп қолыма ұстап отпасам болмайтын сияқты. Өйткені қазір жүгіріп машинаның ішінде бір проводтарды тістеп тоғырып өліп қалса, бітті ғой. Ал Рекс кішкене отыр, нормально, есіне түсіріп отыр бәрін. Рекс, что там, охотаға шығамыз ау деймін, сенің охотаға шықпағанына көп болған сияқты ғой. Жарайды, асықпай шығайық мына жерден. Ой, көлік айдау қиын болады енді, мұны жыбырлап қалған мысықпен. Симба, тынышталшы болды. Рекс, айтсын аған бір нәрсе, тынышталмай отыр, жыбырлап. Жарайды, қалаға жетіп алайық енді. Қалаға дейін біраз жол бар. Жол тайғанақ, дрифтовать етіп келдім, келгенше бар ғой. Кәні бір дрифтовать етіп тастайыншы. Ой, мынау мысық мешайт етіп отыр. Жо, дрифтовать ете алмайтын сияқтымын. Менің ең басты мақсатым қазір қалаға жетіп алу. Мәсаған, өлі аяқта ит жүгіріп келатыр, қара. Рекс, төбелесесің бана мен. Бірақ анау сені айырып тастайтын сияқты. Өйткені качок ит қой. Бойцовский ол. Ал Рекс бойцовский емес, ол хаски. Өте ақылды породалардың бірі. Кәні мынау поворотқа дрифтпен бұрып берейік. О, нормально. Қар жауып кішкене керемет болып қалды. Жалпы погода бар ғой, салқындап. Әйтпесе, Лос-Анджелес деген ол өте ыстық қалалардың бірі ғой. Оңайшылықпен қар жауа бермейді. Ал Симба, Рекс, үйлеріңді сағындыңдар ма? Сендер ұмытып қалған шығарсыңдар, бірақ үйлеріңде, Міне, осы жақта тұрушы едіңдер ғой, естеріңде ма? Симба, мен қазір сені түсіремін, бірақ қашып кетпе, түсіндің ба? Ой, құрсыншы қолымда ұстап жүре берейінші. Бұны тез үйге кіргізіп жіберем қазір Симбаны. Рекс, түс давай. Есігінде ашпаппын ғой. Міне, мынау сендердің үйлерің. Ұмытып қалған сияқтысыңдар ғой, Жүгіріп ойнаушы едіңдер, әшейін тұрсыңдар. Жүріңдер, мен артынан көрсетейін қайтадан. Рекс кішкене жылдамырақ жүре бастады. Рекс жаурап қалған сияқты. Жүр, Рекс, мен сені үйге апарайын өзіңнің. Симба, сен осы жерде тұра тұр. Анау кім тағы да? Анау кім бану? Рекс, қара аяқта біреу жүр. Рекс, фас Рекс. Шо там, Рекс? Фас дедім ғой мен саған. Командаларды да ұмытып қалғансың ба? Сидет, Рекс, сидет. Отпай жүр мына жаққа қарай. Братан, ассалаумағалейкум. Менің үйімде не ағып жүрсің түсінбедім? Итіңмен бірге не ағып кіріп кеттің? Бауырым, уағалейкум ассалам. Итім ғой өзі жүгіріп кіріп кете береді осыға. Түсінбеймін неге екенін. Итіңіз ба? Онда жарайды, жүре беріңіздер. Мен просто бір нәрсе ұрлауға келе тұрма деп ойлап қалдым да. Жоқ, қайдағы ұрлау? Көршімін ғой, қасыңдағы үйде тұрамын ғой, мына оң жақ бетіндегі. Жарайды аға, онда жүре беріңіз, мен кеттім үйге. Симба, жүріңдер. Рекс, Рекс өзінің үйін тауып алды. Мына жерде Шонки деген жазуды алып тастау керек бар ғой, Рекс деп жазып қою керек. Жарайды, оны кейін істейміз. Киса, Миша, қайдасың? Жүр кеттік үйге. Сені үйге кіргізіп жіберейінші. Қазір Рекс күте тұр, охотаға шығамыз. Симбаны үйге кіргізе салайын. Симба, болса аяғыңды басса, асықпайсың. Сен семіріп кеткен сияқтысың, что-то Симба. Рексті семіріп кеткен әйтеуір соны білем. Киса, жүр артынан, мен саған үйді көрсетейін. Үйіңді ұмытып қалған жарсың жалпы, міне. Осы жақта тұрғансың сен кезінде білесің ба? Жүр, төменге қарай түсеміз. Жататын жеріңді көрсетейін. Бері қарай жүр, атасып қалма. Ой, молодец. Міне осы жаққа келіп жатсаң болады. Міне мынаның үстіне, мынау кілемді көріп тұрсың ба? Осы жерге келесіңдер, жатасың. Қайдасың? Қалып қалды ма? Немене өле? Қайдасың, бері кел. Киса. Жындырып қалған. Ой, өле. Құтырып жүр, ойнап жүрген сияқты ол. Қызық болып отыр бұған үй. Жүр, кір, есікті ашып тұрайын. Ой, молодец. Жүр, бері қарай. Міне осы жерлерге келіп жатсаң болады. Міне осы кілемнің ішіне жатасың, түсіндің ба, мысық? Осы жерге. Все, мысықты үйге тастап кеттім. Ой, Рекс, неқта не істеп жүрсің? Үй жағында жүрмейсің ба? Что там, кімге өріп жатсың? Ана жақта біреулер жүр ғой. Жүрші, Рекс, сөйлесіп қайтайық. Не алып жүр екен анау қыз? Қазір сөйлесеміз ол қызбен. Сәлеметсіз бе? Менің көлігім жақта не істеп жүрсіз? Сәлеметсіз бе? Мені сізге Симон жіберіп еді. Симон жіберді дейсіз ба? Ол неге звондай салмады екен? Симон өзінің телефонын жоғалтып алған болатын. Сөйтіп нөмірлерін бәрін қайтадан таппай жүрді. Қысқасын айтқанда әңгіме деген былай. Симон сіздің көлігіңізді сатып жіберді. Сатылып кетті. Менің көлігім сатылып кетті? Қандай көлік тағы? Не көлік сатылып жүр? Білмеймін ғой, сөйтіп айтып баршы деп айтқан болатын маған. Мейлі, жақсы рахмет, қазір өзім барып сөйлесем ол кісімен. Рекс, Симон менің қандай көлігімді сатып жүр сонда? Жүрс сөйлесіп қайтайық Симонмен қазір барып. Рекс, қазір біз бірінші Симон жаққа қарай барып қайтайық, содан кейін охотаға шығатын боламыз. Қыстық охотаға дайынсың ба, Рекс? Қыста аң аулаған оңайырақ болады. Өйткені барлық жануарды іздермен тауып алуға болады, қайда тығылғанын, в общем сондай. Симонның автосалонына да келіп жеттік. Мына жерде көліктер жоқ қой. Соған қарағанда жұмыс істемей жатқан сияқты Симон. Міне тұрғы Симон да, өкіл бану. Салам алейкум, Симон, қалай жағдай? Жағдай жақсы,
Джонни, өзің қалайсың? Шүкір аман есен, жағдайым жақсы. Анау, сен менің көлігімді сатқансың ба? Қандай көлік сатып жүрсің, түсінбедім. Джонни, памятіңе не болған сенің? Алдында